Адамның ең мықты өсу жолы медитация емес, MBA емес, аффирмация да емес, я? Бұл осы кезден бастап сенің аузыңды ашудан басталады. Өзің туралы айт, өзің туралы әлемге жарияла. Сол кезде сенің ішкі жан дүниен ашылады. Сол кезде саған Алла тағала көптеген есіктерді ашады. Ал сен осы күнге дейін әлі сөйлемесең, әлемге өзің туралы жарияламасаң, я? Сен туралы ешкім білмейді. Қазақ айтады ғой, жыламаған балаға емшек бермейді деп. Сол сияқты өзің туралы үндемесең, бизнесің туралы айтпасаң, қазіргі кезде ең мықты әлеуметтік желіге өзің туралы айтпасаң, яғни кім сен туралы біледі? Сен қалай өзің дамыйсың? Егер де өсіп камераға тік сөйлегеннен қорқсан, я? Онда қалай сен өзіңнің сауданды жүргізесің? Ағайын, достарым, сол үшін бүгіннен бастап өсіп камераны алда, өзіңді сөйлей біл, сөйлете біл, дамыта біл, өзіңді тік ұста. Содан кейін Алла тағала бүкіл есігін саған ашады. Сол кезде көресің, бизнесінде, жұмысында алға жүреді. Ал егер онда істей алмасаң, ол қиын болса, менің командама қосыл. Біздің саяхатшылар клубына қосыл, инкрузиске. Сол жерде мен сені дамытамын, мен сені үйретемін. Осылай әлемге паш етесің өзіңді. Осылай өзінің команданды құрасың. Бизнесінде жүреді, жұмысында жүреді алға. Іске сәт, сау сәлемат, жазыңыздар, коммент, лайк басыңыздар. Бүгіннен бастап өстіп, өзіңді әлемге жарияла.